Ескі дәуірдің салтанаты мен тылсым тыныштығы қатар өрілген кезеңде, көкке бой созған тас қамалдың ішінде екі тағдыр үнсіз байланысып жатқан еді. Бұл байланыс ешқандай антпен бекітілмеген, ешқандай сөзбен айтылмаған, бірақ уақыттың өзінен де мықты сезім болатын. Сол сарайдың ауласында бала күндері бірге ойнаған екі жан бар еді. Ханшайым Ләйла мен жас қызметші баладан кейін рыцарь атанған Ерсін. Олар алғашында айырмашылықты білмейтін. Қамал қабырғалары олар үшін тек ойын алаңы, ал мәртебе деген ұғым тек үлкендердің сөзі ғана еді. Олар бірге өсті. Бір аспан астында, бір тағдырдың ішінде. Түркістан секілді көне рухы бар сарайда олардың күлкісі жаңғырып, Алматы тәрізді тіршілікке толы бақтарда балалық шақтың іздері қалды. Бірақ уақыт тоқтамайды. Уақыт бәрін өзгертеді. Есейген сайын айырмашылық анық көріне бастады. Ләйла тақ мұрагері, Ерсін тек күзетші. Бірі биліктің символы, бірі сол билікті қорғаушы. Олардың жолдары бір сарайда тоғысқанымен мәртебе араларына көрінбейтін шекара қойды. Сол шекара ешкім салмаған, бірақ ешкім бұза алмайтын шекара еді. Астана мен Шымкент жақтан келген елшілер сарайда жиі көрініп, саяси әңгімелер күшейген сайын Ләйланың болашағы анықтала түсті. Ол енді тек қыз емес, келісімнің бір бөлігі еді. Ал Ерсін үнсіз қалды. Ол бәрін түсінді, сезді, бірақ ештеңе айта алмады. Өйткені кейбір сезімдер айтылған сәтте бәрін бұзуы мүмкін. Сол себепті олар сөйлемеді. Бірақ олардың көзқарастары бәрін жеткізді. Ұзын дәліздерде, салтанатты жиындарда, немесе жай ғана өтіп бара жатқан сәттерде олардың көздері түйісетін. Бір сәттік қарас жылдарға тең еді. Сол қараста балалық шақта, бүгінгі шындықта айтылмаған махаббатта қатар өмір сүретін. Бірақ ешкім байқамады. Өйткені бұл махаббат көлеңкеде өмір сүретін еді. Және сол көлеңке олардың жалғыз қорғаны болды. Уақыт өткен сайын сарай тіршілігі бұрынғыдан да салмақты, бұрынғыдан да салқын бола түсті. Ләйла мен Ерсін бір кеңістікте жүрсе де, араларындағы үнсіз шекара күннен күнге қалыңдап, көрінбейтін қабырғаға айналды. Бұл қабырға заң мен мәртебеден қаланған, бұзуға болмайтын, аттауға болмайтын шегеді. Түркістан мен Астана жақтан келген елшілер сарайда ұзақ тұрақтап келіссөздер үдей түсті. Ләйланың тағдыры енді тек сарай ішіндегі емес, тұтас елдің мәселесіне айналды. Оны алыстағы патшалыққа ұзату туралы сыбырлар енді ашық әңгімеге ұласты. Ал сол уақытта екі жүрек үнсіздікпен ғана сөйлесіп жатты. Ерсін бұрынғыдай еркін жүре алмады. Әр қадамын аңдап басып, әр көзқарасын жасыруға тырысатын болды. Ол Ләйлаға қараудан да қорқатын. Өйткені бір ғана сәттік әлсіздік бәрін әшкерелеуі мүмкін еді. Бірақ тағдыр оларды әдейі сынағандай қайта-қайта бір-біріне жолықтырып отырды. Сарай дәліздерінің бірінде алтын шамдар жарығы әлсіз ғана түсіп тұрған кештердің бірінде олар тағы да бетпе-бет келді. Ешкім жоқ, тек үнсіздік. Ләйла бірінші болып көзін көтерді. Сол бір қарас бәрін айтып тұрды. Өткенді де, бүгінді де, айтылмаған сезімді де. Ерсін сәл ғана басын иді. Бұл құрмет пе, әлде қорғану ма, өзі де түсінбеді. Олар сөйлемеді. Себебі сөз қажет емес еді. Алматы мен Шымкент даласындай кең дүниеде кейбір сезімдер тек үнсіздікте ғана өмір сүре алады. Бір түні сарай бақшасында бәрі ұйқыға кеткен шақта олар тағы да кездесті. Бұл кездесу жоспарланбаған, бірақ күтілген сәт еді. Біз неге үндемейміз? Деді Ләйла ақырын. Бұл сұрақ ұзақ уақыт жиналған ішкі күйдің көрінісі еді. Ерсін бір сәтке жауап таба алмады. Себебі ол бұл сұрақтан қашып жүрген. Себебі айтуға болмайды, деді ол баяу. Бұл шындық еді. Ашы, бірақ анық. Ләйла көзін төмен түсірді. Ол да бәрін түсінетін. Бірақ сезінуге болады ғой, деді ол сыбырлап. Бұл сөз үміт емес. Бұл мойындау еді. Ерсін алғаш рет оның көзіне тіке қарады. Сол сәтте олардың арасындағы барлық шекара, барлық заң, барлық қорқыныш жоқ болғандай сезілді.
Бірақ бұл тек сәт еді. Қысқа, өтпелі. Себебі таң атқан соң бәрі қайта орнына келетін. Және олар тағы да бөтен адамдардай өмір сүруге мәжбүр болатын. Сол түннен кейін екеуі де бір шындықты анық түсінді. Олардың махаббаты бірге болу үшін емес, үнсіз өмір сүру үшін жаратылған. Сарай тіршілігі бұрынғыдан да салтанатты. Бірақ бұрынғыдан да суық көріне бастады. Әрбір жиын, әрбір рәсім Ләйләнің тағдырының бекіп келе жатқанын білдіретін белгі секілді. Ол енді тек хан шайым емес, бүтін бір одақтың кілтіне айналды. Түркістан мен Астана елшілері ұзақ кеңес құрып, соңғы шешімдерді бекітті. Ұзату күні жарияланды. Сарайда дайындық қыза түсті. Әрбір бұйрық, әрбір қадам алдағы қоштасуға қарай бағытталған. Ал сол қоштасу ешкімге айтылмаған. Бірақ екі жүрекке анық сезілді. Ерсін соңғы күндері Ләйладан әдейі алыстай бастады. Ол оны көрмеуге тырысты, тіпті бір сарайда жүргенін ұмытуға мәжбүр болды. Себебі әрбір кездесу оның ішкі әлемін шайқалтатын. Бірақ ұмытпау мен көрмеу екі бөлек нәрсе. Алматы мен Шымкент таласындай кең дүниеде ол тек бір бейнені ғана ойлайтын. Ләйлә. Сол кезде ол түсінді. Кейбір сезімдерден қашу мүмкін емес. Соңғы түн келді. Сарай тыныш. Аспанда ай толықсып, жарығын үнсіз төгіп тұр. Бақ ішінде жел де қозғалмай, уақыттың өзі тоқтап қалғандай. Ләйлә сол жерге келді. Ол білетін. Бұл соңғы рет екенін. Бірнеше сәттен кейін ерсінде пайда болды. Екеуі де ештеңе айтпады. Бірақ бұл үнсіздік бұрынғыдан өзгеше еді. Бұл қоштасудың үнсіздігі. Ертең деді Ләйлә ақырын. Сөзін аяқтамады. Себебі жалғасы белгілі еді. Ерсін басын изеді. Ол да түсінді. Бәрін. Сол сәтте олардың арасындағы барлық жылдар, барлық естеліктер бір сәтке сыйып кеткендей болды. Балалық күлкі, алғашқы көзқарас, айтылмаған сөздер, барлығы осы үнсіздікке айналды. Егер бәрі басқаша болса, деді Ләйлә сыбырлап. Бұл арман еді. Ешқашан орындалмайтын. Ерсін жауап бермеді. Себебі ол да дәл сол ойды сан рет ойлаған. Бірақ өмір егер деген сөзді қабылдамайды. Тараз бен Қарағанды арасындағы кең даладай, олардың алдында да тек бір ғана шындық тұрды: айырылысу. Ләйлә бір қадам артқа шегінді. Бұл шешім еді. Айтылмаған, бірақ қабылданған. Ерсін қозғалған жоқ. Себебі кейбір сәттерде тоқтап қалу ең ауыр әрекет. Олар бір-біріне соңғы рет қарады. Сол қарас сөзсіз ант сияқты еді. Бірге болмаймыз, бірақ ұмытпаймыз. Сол түні олар ештеңе айтпастан қоштасты. Және дәл сол сәтте олардың махаббаты өмірден емес, үнсіздіктен орын алды. Таң атты. Сарай қабырғалары алтын сәулеге малынып, жаңа күннің басталғанын жариялады. Бірақ бұл күн жай күн емес еді. Бұл бір тағдырдың басқа арнаға бұрылатын күні, бір үнсіз махаббаттың соңғы шегіне жеткен сәті болатын. Сарай іші бұрын соңды болмағандай қарбаласқа толды. Қызметшілер жүгіріп, әшекейлер жарқырап, музыка баяу ғана естіліп тұрды. Бәрі де салтанатқа дайын еді. Ләйлә да. Ол айна алдында тұрды. Басында тәж, жүзінде сабыр, ал жүрегінде айтылмаған мың сөз. Түркістан мен Астана жақтан келген елшілер сарай алаңын толтырды. Олар үшін бұл саяси жеңіс, берік одақтың белгісі еді. Бірақ ешқайсысы бір жүректің үнсіз күйріп жатқанын сезбеді. Ерсінде сол күні сарайда болды. Әдеттегідей, күзетте, бірақ оның ішінде бәрі өзгерген. Ол енді тек сарбаз емес, өткеннің ішіне көмген адам еді. Салтанат басталды. Ән айтылды. Сөз söyленді. Ант берілді. Және бәрі аяқталды. Керуен қозғалды. Аттардың тұяғы тас жолды дүрсілдетіп шаң көкке көтерілді. Ләйлә отырған күйме сарай қақпасынан баяу шықты. Сол сәтте ол соңғы рет артына қарады. Сол қарас жылдарға татитын естелік еді. Ерсін алыстан ғана қарап тұрды.
Ол жақындамады. Себебі кейбір сезімдер жақындаған сайын әлсірейді, ал алыстаған сайын мәңгі қалады. Алматы мен Шымкент таласындай кең әлемде олардың жолдары енді ешқашан тоғыспайтын болды. Керуен көзден ғайып болды. Сарай қайта тынышталды. Бірақ бұл тыныштық бұрынғыдай емес еді. Бұл бос қалған тыныштық. Уақыт өтті. Жылдар сырғып жатты. Сарай өзгерді. Адамдар ауысты. Бірақ кейбір естеліктер өзгермейді. Ерсін үшін Ләйла өткеннің бір бөлігі емес. Ол мәңгі сақталатын сезім. Айтылмаған, бірақ жоғалмаған. Ол бұл махаббатты ешқашан сөзге айналдырмады. Бірақ әрбір жалғыз сәтте, әрбір үнсіз кеште сол бір қарас, сол бір түн, сол бір қоштасу қайта оралатын. Және ол бір шындықты түсінді. Кейбір махаббаттар бірге өмір сүру үшін емес, жүректе үнсіз сақталу үшін беріледі. Ал ең шынайы сезім, айтылмағанымен ешқашан өшпейтін сезім.